Бұқар-жырау кесенесі Қарағанды облысы, Бұқар-жырау ауданы, Далба тауының етегінде орналасқан. Жыраудың моласын алғаш анықтап, басына тастан белгі қойып кеткен белгілі ойшыл, фольклортанушы мәшһүр Жүсіп Көпейұлы болды. 1993 жылы Бұқар-жыраудың 325 жылдық мерейтойы аталып өтіп, кесене салынады. Табаны 3 таған болып келетін бұл ескерткіш қазақтың ұлттық бас киіміне ұқсайды. Күмбездің басына ислам дініне тән жартай белгісі қондырылған. Кесененің іші және сырты ақ мәрмәрмен көмкерілген. Бұқар Қалқаманұлы 18 ғасырдағы танымал жырау, Абылай ханның ақылшы биі, халық арасында Бұқар-жырау көмекей әулие атанған. Жыраулар қазақ қоғамында жыршы ғана емес, сондай-ақ елдегі маңызды мәселелерді шешуде маңызды орынға ие болғандықтары белгілі. Жоңғар шапқыншылығы тұсында жырау елдің басын біріктіретін басшының қажеттілігін түсінді. Ол Абылай ханға үлкен үміт артып, оның ел басқарудағы саясатын қолдады. Дегенмен ел болашағы үшін маңызды әрі күрделі мәселелерді шешуде жырау ханның өзіне шындықты бетіне айтып, оның әрекеттерін сынап отырған. Бүгінде Бұқар-жырау кесенесі тарихи тұлғаға қатысты қасиетті жер болып саналады. Нысан жергілікті маңызы бар архитектуралық ескерткіш.